Баршаңызға қайырлы күн. Мен Дінмұхамед Қонаев атындағы жалпы білім беретін орта мектеп гимназиясының 10-шы сынып оқушысы Жақсылық Мадияр мектеп телестудиясында пәндік олимпиада туралы әңгіме жүргізетін боламын. Бүгінгі студиямыздың қонағы мектеп гимназия директоры Абзал Амантайұлы және директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Садыкова Бибігүл Хайруллақызы. Құрметті қонақтар, уақыттарыңыздың тығыздығына қарамастан сұхбат берулеріңізге келіскендеріңіз үшін шын жүректен рахмет айтамын. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді мына кезеңде мектептерде ғылым негізі бойынша өткізілетін пәндік олимпиаданың маңызы жыл сайын артып келеді. Бұл салада Дінмұхамед Қонаев атындағы мектеп гимназиясының ауыз толтырып айтарлықтай жетістіктері өте көп. 3 жыл қатарынан оқушыларымыз пәндік олимпиаданың республикалық кезеңінен жүлделі бірінші, екінші орындарды алып келеді. Енді мына тіпті биыл осы жылы мектебіміз облыс бойынша үздік инновациялық мектеп атанып, бірінші орынға шықты. Абзал Амантайұлы, бұл жеңіс сізге және мектепке қаншалықты маңызды және алдағы уақытта қандай мүмкіндіктер мен жауапкершілікті жүктейді? Саламатсыздар ма? Сұрағыңызға рахмет. Енді жалпы айтатын болсақ, мына пәндік олимпиада мектеп ұжымының, жалпы мектеп басшылығының жұмысының басты көрсеткіші деп айтуға болады. Себебі біз осы оқыту барысында, оқыту тәрбиелеу барысында қаншалықты мектептердің еңбек етіп, қаншалықты шәкірттерін, дарынды шәкірттерін тәрбиелеп жатқанын көрінісі деп айтуымызға болады. Себебі мысалға 1-ші классқа келген оқушы 10 жыл осы мектепте 11 жыл оқып, 9-шы, 10-шы, 11-шы сыныптарға келген кезде дарынды оқушыларымыз олимпиадаларға қатысып, өзінің жетістіктерін көрсетеді. Міне осы тұста әрбір мектептің қаншалықты ұжымның басшылығының қызметі қаншалықты деңгейде екенін көрсетеді деп айтуымызға болады. Барлық мектептер үшін, біздің оқушылар үшін, мектеп ұжымы үшін ол өте маңызды. Қарап отыратын болсақ, біздің мектебіміз 2016 жылы ашылса, міне 9 жыл жуық шамасында облысымыздың тіпті республикамның үздік мектептер қатарына табылды. Өздеріңіз білетіндей, біздің мектебіміз былтырғы оқу жылы 2023-24 оқу жылының қорытындысы бойынша республикамның 100 үздік олимпиадалық мектептер қатарына енді. Ол біздің мектебіміз үшін өте үлкен жетістік, нәтиже. Бұл тұста осы 100 үздік олимпиадалық мектепке біздің облысымыздан білім инновация лицейі, Назарбаев интеллектуалдық мектебі және 11-ші мектеп гимназия, сонымен қатар Дінмұхамед Қонаев атындағы біздің осы мектеп гимназиямыз кірді. Қазақстанда 7.000-нан астам 8.000-ға жуық мектеп бар десек, сол 100 үздік мектеп қатарынан табылу біздің ұжымымыздың, мектеп әкімшілігінің, оқушыларымыздың еңбек нәтижесін көрсетеді. Ал биылғы жылы өзіңіз айтып жатсыз, инновациялық мектептер қатарынан 1-ші орынға алып жатыр деп. Бұл нәтиже жылма-жыл 4-5 жыл білегінен жаңағы біздің жақсы жетістіктеріміз бар. Сол жетістіктеріміздің көрсеткіші және жылма-жылғы нәтижесін біз қайталап, жақсартып, одан әрі жақсы жетіліп келе жатырмыз. Міне жалпы осылай маңыздылығын осылай жалпы айтуға болады. Керемет жетістіктер деп санаймын. Және ғылым негіздеріне сүйенетін болсақ, психологтардың айтуынша ешқандай қабілетсіз бала болмайды екен. Әрқайсысы өз басына дарынды. Тек соны дер кезінде байқап, қабілетін аша білу керек екен. Бибігүл Хайруллақызы, сіз бірнеше жылдан бері олимпиадалық жұмыста жетекшілік етіп келесіз. Дарынды балаларды қалай анықтауға болады? Және дарынды балалармен жұмыс істеу қандай ерекшеліктерді алып келеді? Және осы оқушылардың олимпиадаға жеңісі мектептен тыс болашақта олардың өміріне қаншалықты әсер етеді? Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Әрине, әрбір бала өзінше ерекше, әр баланың бойына өзіне тән қабілеті болады. Біреу жақсы ән салса, біреу көркем сөйлейді, біреу шапшаң есеп шығарады, біреу тағы сурет салуы мүмкін. Ал осы қабілетін дер кезінде байқап, оны әрі қарай дамыту әрбір ұстаздың міндеті деп санаймын. Біздің мектепте соңғы осы 3 жылда 3-ші, 4-ші класста, яғни бастауыш класстарда лингвистикалық, математикалық олимпиадалар өткіземіз. Оның өзінің жүлдегерлері шығады, біз оларды марапаттаймыз, жүлдегерлер көп шыққан класстарды, үздік класстар деп кубоктар табыстаймыз. Мінекей осының барлығы бала үшін ынталандыру тетіктері болып табылады. Енді әрі қарай осы оқушылар 5-ші, 6-ші класстарға келген кезде олимпиадалық резервке алынады да, жоғары класс мұғалімдері бұлармен жекелей топтастырып жұмыс жасай бастайды.
әрине әрбір жұмыстың өзінің ерекшелігі бар. Оқушылармен жеке де жұмыс жасауға болады, топтасып та жұмыс жасауға болады. Бұл бағытта бізде тәжірибесі мол мұғалімдер өте көп. Енді тапсырманы орындау барысында оқушыға тән функционалдық сауаттылық деген болады. Ол әрине болуы шарт, бірақ дегенмен де әрбір дарынды оқушыда байқағаным, оқушы олимпиадалық тапсырмаларында орындау қабілетінде қандай да бір өзіндік бір қабілеті болады, өзіндік бір ерекшелігі болады. Мен өзімде осы олимпиадалық жұмыста жетекшілік етумен қатар өзімде дарынды оқушылар тәрбиелеп, талай шәкірттерімді осы олимпиадаға шығарып жүрмін. Қай пәнге қызығушылық танытқан болса, жоғарғы классқа келгенде сол бала өзінің қатысқан пәні бойынша болашақ мамандығын сонымен байланыстыруға тырысады. Мысалы, айтар кетер болсақ, осыдан 2-3 жыл бұрын республикалық кезеңде қазақ тілі әдебиетінен екінші орын алған Әуезханқызы Диана қазіргі таңда Алматы қаласында Қазақ ұлттық университетінде филология факультетінің студенті атанды. Одан кейінгі жылы бізде Менгель Арина орыс класстарындағы қазақ тілі пәні бойынша республикадан 2-ші орын алып, қазіргі таңда Ақтөбе қаласындағы Жұбанов университетінде қазақ тілі әдебиеті пән мұғалімі мамандығын таңдап, сонда оқып жатыр. Және былтырғы оқу жылындағы республикалық олимпиаданың 1-ші орын жүлдегері Кәрім Аяулым қазіргі таңда Астана қаласында Еуразиялық ұлттық университетінің 1-ші курс студенті. Сонымен қатар облыстық кезеңде 1-ші, 2-ші орын алған жеңімпаздарымызды айтып кетуге болады. Олар Сагеева Гаухар қазіргі таңда шет тілі университетінде оқып жатыр. Одан кейін Қабаш Нұрислам информатикадан орын алған болатын. Ол қазіргі таңда Астанада IT университетінің студенті. Және де Жұмашева Дария орыс тілінен орын алған болатын облыстықта. Ол қазіргі таңда Астанадағы Тұран университетінің студенті. Бұл аталған студенттердің барлығы мемлекеттік оқу гранттарының иегерлері, қазіргі таңда керемет жетістіктерге жетіп отыр. Жауабыңызға көп рахмет. Абзал Мамытайұлы, ұстазы жақсының ұстанымы жақсы деген керемет сөз бар. Бұл сөз оқушының өмірінде ұстаздың маңызды рөл атқаратынын түсіндіреді. Енді осы біздің мектебімізде дарынды оқушылармен нәтижелі жұмыс жасап, олимпиадалық қоржынымызға медальдарды толтырып жүрген үздік үлгілі ұстаздар мен педагогтар туралы айтып кетсеңіз. Осы біздің мектебіміздің 9 жылдық тарихында көптеген жетістіктерге жеттік дедік. Сол оқушылармен жетістікке жетіп, олар шәкірт ретінде тәрбиелеп, бағыт беріп отқан ұстаздарымыз бар. Сол ұстаздарымыздың бірі осы Бибігүл Хайырлақызы осы жерде. Енді қазақ тіліне айтатын болсақ, Мейрамгүл Картаевна, Романова Мейрамгүл Картаевна, Сырбаева Сағадат Маликовна, Жахметова Айнұр Самуханқызы, Бошина Айымгүл Жаулбаевна, орыс тілінен Садыгүл Бибігүл Хайырлайна дедік, Дүйсенбіні Гүлдана Шамилевна, география пәнінде мысалы Кеулова Айгер Мақсутқызы, Мажетова Шынар Мирзаковна, химия пәнінен Тамбаева Камшат Казбаевна, биология пәнінен Есенбаева Айсұлу Бекмырзақызы, және осымен қатар біздің бұдан да басқа бір қатар ұстаздарымыз бар, осындай шәкірттеріміз тәрбиелеп жетістіктерге жетіп жүрген. Олардың енді еңбектері осы мектебіміздің абыройы, атқарып жатқан еңбегінің жоғары екендігінің нәтижесін көрсетіп, жалпы айтқанда мектеп тек олимпиадамен өлшенбейді, ол жетістігі, нәтижесі, бірақ алдыңғы қатарлы басты көрсеткіштердің бірі саналады. Сондықтан осындай ұстаздарды атай отырып, оларға жалпы ризашылығымды білдіргім келеді. Осылай еңбектерін жалғастырып, еліміздің болашағын қалайтын мықты, сауатты, тәрбиелі оқушыларды қалыптастырып, азаматтарды дамытады деген ойдамын. Осындай үздік ұстаздарымыз бар кезде біздің мектебіміз алға өрлейді деп сенемін. Енді осы оқушылармен олардың жетекші ұстаздарын пәндік олимпиадаға қатыстыру және қатысуға ынталандыру үшін біздің мектепте қандай мотивациялық тетіктер қарастырылған? Осы туралы айтып өтсеңіз. Жалпы енді айтатын болсақ, мұғалімдерді уәждеу, оқушыларды уәждеу бағытында мына материалдық тұрғыда және материалдық емес тұрғыдағы уәждеу, мотивация дейміз ғой, бізде мәселелері жолға қойылған дейді. Оның бірі мысалға мұғалімдерге қатысты болса, құрмет тақтасы бар төменде. Мысалы осындай жетістік көрсеткен, нәтиже көрсеткен алдыңғы қатарлы ұстаздарымыз құрмет тақтасында тұр.
осындай жетістікке жеткен ұстаздарымыз біз келген жеңімпаздарын арнайы мына жиындарда, педагог кеңестерде аттарын атап, жаңа жетістікке міне алдарыңызда грамота, жаныңызда грамота, кубоктар түрлі соларды біз атай отырып мұғалімге және оқушыға қолына табыстаймыз, яғни оның еңбегін мойындаймыз, қол шапалақтап, құрмет білдіріп, ризашылығымызды білдіреміз. Сонымен қатар енді материалдық тұрғыда біздің қолдау мүмкіндіктеріміз бар. Мысалға, мұғалімдерге сыйақы, біздің мектепте педагогика кеңес шешімімен сыйақылар тағайындалған. Оның сыйақылардың жүйесі бар. Мысалға айтатын болсақ, бұл олимпиада 4 кезеңнен тұрады ғой. Бірінші мектепішілік, қалалық, облыстық және республикалық деңгейде. Міне осы қалалық деңгейден бастап бірінші, екінші, үшінші орындағы оқушылар жүлдегер атанса, сонымен қатар облыс деңгейінде солай жүлдегерлер атанса, мысалға осындай сыйақылар тағайындалған. Мысалы қалалық олимпиададан оқушылар бірінші орын алса, мұғалімге біздер 100 000 теңге сыйақы береміз. Міне осындай облыс деңгейде осы 150 000 теңге мысалға, ал республикалық деңгейде оқушы шығып орын алып жатса 200 000 теңге. Сонымен қатар биылғы жылы біздер мына мектептің өзінің тапқан табысы, қосымша ақылы білім беру қызметінен тапқан табысынан 10 мұғалімге, ұстазға, егер оқушылар республикалық деңгейде нәтижеге жетсе, үздік мектебіміздің класс жетекшісі, үздік пән мұғалімі ата мониторинг нәтижесінде жетістікке жетсе, оларына Анталия қаласында орналасқан 5 жұлдызды қонақ үйде жазғы мезгілде демалатын болады. Оған 8 миллион теңге қаржы бөліп қарастырып отырмыз. Сонымен қатар енді әрине біз тек мұғалімдерді ғана емес, оқушыларды да. Мысалға олимпиада, облыстық деңгейде олимпиададан жүлделі орын алған оқушыларымызға былтырғы жылы біздер Алматы қаласында Қонаев атамыздың мұражайына саяхат ұйымдастырып, бюджет қаражаты есебінен. Міне биылғы жылда осы 11 біздің 11 жеңімпазымыз бар. Сол 11 жеңімпазымыз мамыр айында Алматы қаласында орналасқан мұражайға, атамыздың мұражайына барады. Жалпы 2 күндік Алматы қаласына саяхатта болады деп айтуымыз болады. Міне осындай мүмкіндіктеріміз бар. Мен ойлаймын, енді ең басты адамға бірінші мына қоғамдағы Дейл Карнеги айтқандай қоғамның мойындауы шарт. Және сонымен қатар әрине материалдық тұрғыда қолдау көрсету, сыйақы беру, ол мұғалімдердің да, мына оқушыларымыздың да осындай бір материалдыққа жақын осындай саяхаттарға ие болып жатырса, оқушылардың білім алуына шейін одан сайын ынтасын көбейтеді деп біз ойлаймыз. Мен қош жіберейін. Былтыр мысалға сол облыстық деңгейде 8 оқушы Алматыға демалып келген болса, биыл 11 оқушы барайын деп отыр. Яғни саны өсіп отыр. Себебі біздерге облыстан 13 оқушы қатысқан болса, соның 11-і түрлі деңгейде жүлде алып келіп отыр. Және де оларға біздер салтанатты шарада Абзал Амантайұлы ұжымның алдында Алматы қаласына саяхат ұйымдастырылатынын жариялады. Міне осындай мотивациялық тетік сияқты алға жылжитын күш, яғни стимулдар бар кезде біздің оқушыларымыз алдағы уақытта да олимпиададан жүлделі орындар алады деп сенеміз. Енді осы жауаптарыңызға рахмет. Бүгінгі әңгімемізді қорытындылау үшін мен мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Абзал Амантайұлы, жеңіске жету жолында не қажет? Осыны 3 сөзбен түйіндесеңіз. Енді бірінші қабілет, ниет, еңбек керек деп ойлаймын. Сол осы 3 қасиет, осы 3 қажеттілік болса, көптеген нәтижелерге, жетістікке жетуге болады деп ойлаймын. Керемет жауап деп білемін. Енді бүгінгі мазмұнды сұхбаттарыңыз үшін көп рахмет. Жұмыстарыңызға сәттілік, мектебімізге толағайдай табыстар тілеймін. Және алдағы республикалық олимпиадаларда жүлделі орындар алады деп сенеміз. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің сұхбатымыз осымен тәмам. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Жай ғана келесі кездескенше сау болыңыздар. Сау болыңыз.